Мен Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи парк республикалық мемлекеттік мекемесінің табиғи қорын қорғау және сақтау қалпына келтіру бөлімінің орманды қорғау және сақтау инженері Нұрғажанов Руслан Кокенович. Бүгінгі тікелей эфир тақырыбымыз Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи парк аумағында өрт қаупі бар мерзімі аяқталуы туралы. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 2025 жылы 15 қараша күні шыққан 27/03-291 негізгі құрам және 6 қараша күні шыққан 189 негізгі құрам Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің бас директоры бұйрығына сәйкес 20 қарашадан бастап Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркында өрт қаупі мерзімі аяқталды. Осы бойынша 3 орман өрт сөндіру станциямыз бар. Лепсинск, Алакөл және Сарқан филиалдарында өрт сөндіру техникасы түгендеу және оны сақтауға қойылу жұмыстары жүргізілуде. Филиалдар бойынша маусымдық өрт күзетшілерінің келісім шарттары тоқтатылды. Негізгі өрт қаупі бар кезеңінде жоспар бойынша жұмыстар толығымен атқарылды. Қазір қысқаша айтып өтейін. Бізде 245 қайтару өңдеу жұмыстары жүргізілді. 295 километр өрт маңызы бар жолдарға жөндеу жұмыстары жүргізілді. 293 билборд аншлагтар орнатылды. 215 ескерту міндеттемелер таратылды. 495 ұмпарақ таратылды. 88 семинар, сұхбаттар өткізілді. Жергілікті тұрғындармен және оқушылар, келушілер, қонақтармен. 29 әлеуметтік желіге шығарылым шығарылды. 26 бұқаралық ақпаратқа шығарылым шығарды газет, журналдарға. Бір орман өртті орын алды. Аманбөктер орманшылығында найзағай жай түсіп, 24 шаршы метр түскен жері өртеніп, сол жерге тез арада Екаша орман өрт сөндіру станциясының қызметкерлері шығып, тез арада өрт сөндірілді. Және көп жұмыстар атқарылды. Сұрақтарыңыз бар ма? Жаңағы өрт қауіп профилактикалық жұмыстар жүргізілді. Төтенше жағдай бөлімімен Алакөл, Сарқант, Ақсу төтенше жағдай бөлімдерімен патрульдік іс-шаралар жүргізілді. Кезең бойынша жергілікті органдармен алгоритм бойынша іс-шаралар жүргізілді. Оқу жаттығулар жүргізілді. 4 оқу тактикалық жаттығу жүргізілді. Бірлесіп жаңағы шекара қызметкерлерімен және төтенше жағдай жергілікті тұрғындар, жергілікті атқарушы органдармен төтенше жағдайлар бірлесіп жұмыстар жүргізілді. Дрон арқылы және патрульдік іс-шаралар жүргізілді. Үнемі сұхбаттар, профилактикалық жұмыстар жүргізіліп, толығымен атқарылды. Сұрақтарыңыз болса, айтыңыздар. Және де тағы да норматив бойынша жаңа техникаға, құрал жабдықтарға
өтініштер жіберілді. Тағы да алып жатырмыз. Түгендеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Норматив бойынша орман өрт сөндіру станцияларымыздың құрал жабдықтары толық, және де толықтыруда. Басқа орманшылықтарда келесі жылға тағы да жоспарланып отырмыз. Өртке қарсы жұмыстарды мына орман өрт сөндіру станциясында құрамымен теориялық, практикалық оқу жаттығу жұмыстары жүргізілуде. Жалғастырып жатырмыз ол жұмыстар бойынша. Келесі жылға норматив бойынша жетіспейтін құрал жабдықтарымызды санап, жетіспейтін құрал жабдық техникаларымызды сұраныс беріп толықтырудамыз. Іс-шаралар жалғасуда. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.